Көрнекті жазушы, тарихшы, этнограф, фольклоршы Зейнолла Сәнік. Сергелдең романы. Төртінші тарау. Көктемнің қараөзек уақшағы. Таңертең қашқарында өріске тартқан қой өңмеңдеп, тебіндеген көкті қуып ентелек біледі. Көкке құныққан малдың мұндайда есі шығып, ашыға жүгіретіндей аптығып, қашан қарбытып қаларлық бір нәрсе тапқанша асық болатындығы малшыға мәлім. Бұл кезде қойдың жүрісіне шабан шалағай аттар да ілесе алмай, қойшының тепкісі мен қамшының күші арқылы жіті жүруге мәжбүр болатындығы табиғи. Құсманбайдың саулық қой қосы ерен қабырғаның етегіне келіп қонғанына көп өтпеді. Алғашқы көгішін анталаған мал бүгінде өгіз мінген қойшыны алысқа тастап, арба жолдың астыңғы жағына тартты. Жолдың үстіңгі жағы қағыр дала, астыңғы жағы қамсаралас құмды өңір болатын. Төбешіктердің арасындағы ойдым тепсеңде ескілі жаңалы шөп, бұта аралас өскен сонлау шер. Бір-екі рет осы жердің дәмін татқан мал, көктемнің мына бір қоң торғай шағында ене көкірек болған жеріне тұмсығын тіремей тоқтайтын түрі жоқ. Құлдилап, сыдыртып барады. Хайуан баласының аңсарын абайлай білетін тәжірибелі қойшы өгізін тепкілеп, қойдың алдынан шықпақ боп төтесінен тартты. Жолдың астыңғы жағына өткен әлетте кешегі өзі мал жайған жердің төменгі жағынан айнал соқтаған құзғынның ұшып қонып жүрген қарға сауысқанның қарасын көрді де жүрегі зу ете түсті. Әттеген ай деп ойлады ол ішінен. Кеше осы маңға мал әкелгенде қойдың соғын ит құсып басып қалған екен-ау. Таңертең малды санап шығармағаным ай. Зәуде болса мыналар соның жемтігіне үймелеп жүр ғой деп ойлап, қойдың алдын бір орап өтіп, сәл байырқалатып тастады да, абың күбің солай беттеді. Аралық бір қауым жер болатын, мінген көлігінің жүрісін жеделдетіп, қарға құзғын үймелеген жерге жетті. Анадай жерден қызарған нәрсе көзге түсіп, жемтіктің дәл өзі екен-ау деп зәресі ұшып кеткен еді. Жанына келіп көңіл жай тапты. Шашылған нан, шоқылған шикі ет, адам жатқан төсеніш, от жаққан жер ошақтың орны, бақыр және басқа ұсақ түйек мүлік жатыр. Адам бар ма дегендей, айналасына көз жүгіртіп дауыстап көріп еді, ешбір сыбыс білінбеді. Әйтеуір жұртта қалған тамақты қойшының қаралы иті қарбыта жеп, сілкініп шыға келді. Қойшы жігіт өгізіне мініп, жан жақтан із шалып көрді. Айналада екі кішірек, бір жуандау іздің табы құмға анық түсіпті. Иесіне көмек көрсеткендей, қарала ит те жортып жүр. Ол жерді искеп қойып, бір төбеге қарай тура тартты. Қойын алаңдап тұрған қойшы да итінің соңына түсті. Қойы да өзіне қарай беттеген екен, енді оның көңіл орнығып, із шалып көрді. Бір үлкенде өз, дәл сол ит кеткен жаққа тартыпты, сол ізді қуып, із соңынан қойшы да жетті. Өзімен жас мөлшері шамалас бір қара шұбар жігіт, екі аяғы екі жаққа кетіп, сұлық жатыр, қимыл жоқ. Жанына таман келіп қойшы жігіт дыбыстап белгі берген еді, оған да селт етпеді. Жігіт таяп келіп, жатқан адамның жүрегіне қолын салып көріп еді, денесі ыстық, бойында жаны бар екен, бірақ еріндер кеберсіп, бет әлпеті тотығып кетіпті. Қарауытқан өңінен шөліркеп жатқанын білген қойшы оның киіміне қарап қазақ екенін таныды да, қанжығасындағы торсығын шешіп әкеп азырақ айран жұтқызды. Жігіт қылқылдатып жіберді, тағы да дегендей аузын аша шепек қақты. Қаны кеуіп, қаңғырға түтеп жатқанын білген ол бұл рет молырақ жұтқызды. Бір сәт сұлық жатқан жігіт, сәлден соң ыңыранып, қиналғанды қырай білдірді. Онан соң су деп, екі рет тіл қатты да көзін болар болмас сығырайтып барып, қайта жұмып алды. Қойшы әлгі жігіттің шөліркеп сусап жатқандығын біле қойды да, бойына әлгірсін дегендей, тағы біраз сусын жұтқызып, қолына бір жапырақ нан ұстатты.
Бұрында осындай жағдайды ұшыратқан қойшы оның артық беруге аш өзегіне түсіп кетеме деп қорықты. Қойшы қой жағына барып, қайта айналып келсе, жігіт басын көтеріп отыр екен, өз құтқарушысына жағдайын қинала отырып қысқаша баяндады да, су іздеген екі баланы көрген көрмегендігін сұрады. Өйткені оның Алладан тілейтіні, сол екеуінің амандығы үшін өзін құрбандыққа атаса да құп риза еді. Құсманбай отардағы малдарын аралап келіп, бүгін екінті мөлшері ат басын қойшысы Бейсеннің үйіне өтіреді. Қаба сақал, шүңірек көз, түсі суық, қара сұр адам, бағанадан бері тандыр дала көктеуліктің құты қашып, сұрқынның кетіп тұрғанына қарап түнеріп келе жатыр еді. Үйшіктегі төлді көріп, сәл түсін жылта сөйледі. Ай, Бейсен, төлің тәуір ғой өз. Шүкірлік, төл шығынсыз. Мал қандай? Мал басы аман. Ақау, мұны отырған жеріңде тіске жұғым боларлық еш нәрсе көрінбейді. Малың немен жан бағып тұр? О, Байеке, мына қасқа жолдың асты тәуір екен. Ескіл жаңалы аралас, малыңыздың қарынын қампитқанға болып тұр. Өзің мұнда жүрсің, қойда кім бар? Осы жерден бір қолғанат тауып алдым. Не қыласыз, малға майтын адам көрінеді. Жарғақ құлағы жастыққа тимей зыр жүгіреді. Малыңыздың амандығы сол азаматтың арқасы. Ай, өзің жер көкке сыйғызбайсың ғой. Не қылған адам оның? Мына Тарбағатайдан Үрімжіге ат айдап шыққандар екен. Жолда науқастанып далада талықсып жатқан жерінен айранмен құтқарып үйге келгем. Бір-екі күннен кейін сергіп сала берді. Қазір тыраң қағады. Әй, жат біреуді жаныңа тартқанмен өзіңді жаралап кетіп жүрмесін? Жоға, түрінен белгілі ғой. Ондай адам емес. Артық сеніп кетіп, алдыңдағы малдан айырылып қалып жүрме деп бай түсін суыққа салып, қойшысына ақшырая қарады. Бейсен қожайынына қарсы келмей ығыстай берді. Мақтауын жеткізіп, далада қалған жалғыз жігіттің жан бағысына көмектесем бе деп үміттеніп еді. Оған бай тоң теріс мінез көрсетіп, қайырым қылмайтындығын білдірді. Сол аралықта ымырт үйіріліп, өрісте мал келді. Артыс мініс көліктерін қойға қосып бағып, малдың бүйірін шығарып әкелген бейтаныс жігіт байға иіле сәлем беріп еді. Жаратпай тұрған тәкаппар бай ерінін жыбырлатып қана қойды. Бірақ жігіттің елпектігі, малға деген жұғымдылығы байға жақса да, ол туралы тіс жарып ләм-мим демеді. Тегертеңінде таңертең өз қойшысына, әй, мына сіңбенемең малға икемді көрінеді ғой. Мал төлдіп аяқталғанша қолыңда тұрсын. Мына көктемгі қарбаласта қолғанат ет. Байеке, рахмет оныңызға. Келініңіз баладан шыға алмайды. Мына кебір далада қатты жалғызлық тартып жүредім. Маған көрім болды. Тамағы қандай? Мешкей неме болып жүрмесін? Ой, Байеке-ау, ол үшін қазан асамыз ба? Өзіміз не жесек, соны аужалғып жүріп жатыр ғой. Бірақ деп бай аттанарда көзін шақшырайтты. Сыры белгісіз жат адам. Бүйені қисық бірдеме болып жүрмесін. Ондайлар қолтығыңа кіріп алып, қоянды құстырады. Абай болғаның жөн. Оның үстіне жаман өзімен теңелмейді, құнымен теңеледі деген сөз бар. Алда жалда қораңның шетінде өліп жатса, құнды болған деген сол. Сондықтан мал төлдеуін аяқтай бере, өз жолына сал. Мініс көліңе мықты бол, білдің бе? Бір күн ойламаған жерден тоқтайтып, сан соқтырып кетпесін. Бай сөзінің де жаны бар, ішінде мүйізі болып, бір күні реп кетіп жүрмесін деп, Бейсен бір сәт ойға батты да, бәшкенің бір тоға момындығын, өзінен бір-екі жас үлкен болса да, айналып үйіріліп, балаларға да мейірі түсіп қалғандығын, көз алдын елестетіп, оны ондай жамандыққа қасын үмітке басат дейтін теріс пиғылға қимады. Сөйтсе де, сақ жүрген жөн деген түйінге тоқтады. Жадырап жаз келіп, ел жайлауға шыққан мезетте, бәшке Шарқыш байдың айғайымен Бейсеннің үйінен әрең айырылды. Жоқшылық басынан кетпеген мұңдас жандар туыстай боп, біріне бір бауыр басып қалған екен. Буындар босап, көздеріне жас алып, қимастық рай білдірісті. Әсіресе ұсақ балалардың аталаған тәтті тілі екі жақты да балбыратып жіберді. Бейсеннің өзіндік тірлігі азынаулақ ауқаты бар адам,
оның үстіне адам баласынан жақсылығын аяқсы келмейтін жомарт кедей. Сондықтан бәшкенің бір қабатын түзеп, ел көзіне ұялмай қарайтындай етіп жолға салды. Оның пейілденіп сол үйдің қарасы көрінгенше, артына көп жалтақтауына бұл да бір себеп болғанды. Бәшкенің ел шетіне ілінген жері Анжықай өзенінің төменгі ағысынан батыс жағына тура келетін Қараадырдың қасқа жолға таяған жері болатын. Бұл Сауан елінің көк тәулік еді. Ол сол елмен бірге Сауанның жайлауына келген болатын. Енді өз елінің мекен еткен жері Манас тауына баруға бел буды да солай қарай жылжып отырды. Қайда барса, екі қолға бір еңбек, ден сау болса, жан бағып кету онша қиынға түспейтін сияқтанды. Бірақ оның арқасына аяздай батып, ішкен асын жерге қойғызып жүрген нәрсе, әлгі екі баласының дерексіз жоғалу болды. Елге айтып сұрау салайын десе, оның арты неге соғарына көз жетпейді. Жат жерден келген адамның ел ішіне сіңуі оңайға соқпайтын көрінеді. Ал айтпай, ана ауыл мына ауылдың жоқ жітігінің бір ретінде жүре берейін десе, дәт шыдамайды. Өтірікпен өткізген күнді өліммен тең көреді. Екі дүниенің ортасында қыспаққа түскен осы бір қиын жағдай, оны екі жақтан бірдей түйгіштеп, ит сүйреткен терідей жұлқылады да жүрді. Сол жүріспен біреуде бір ай, біреуде 2 ай, тіпті 1 жылды өткізді. Келер жылы жаз ортасында Санжы тауының Ашшылы деген жеріндегі қазақ ауылының шетіне келіп ілінді. Уақыт өте келе, ол осындай ауқатты, бірақ басқа тапшы бір кемпір шалдың қолында тұрақтап қалды. Еңбегімен жаққан бейнетқор жігітке кемпір шалдың пейілі түсіп, ешқайда бармай осында болуды тапсырып, жөні келсе, бала алу ниетінде екендігінде ашық айтты. Бәшке жігіт орнына жігіт, қыз орнына қыз болып істеп, кейде кемпірдің ас тамағына қолғабыс тигізіп жібереді. Кемпір шалдың қолында 7-8 жасар жиен қызы бар, одан басқа қолғанаттан жұрдай. Осындай шақта, мына жігіттің кез болуы, оның үстіне үй мен түздің жұмысын бірдей ебін келтіруі, шау тартып қалған жасамыш жандардың дәл көңілінен шыққандай болуы бұларға бап келді. Қарағым, жассың, басыңнан қаншалық ыстық су өткені маған беймәлім деп бастады сөзін қария бір күні кешкі тамақтан кейін. Мен бейнетті көп тартқан адаммын. Алла тағала ондай қорлықты сендердің бастарыңа жазбасын. Сөз осарға келгенде, қария үлкен бір тыныстап, арбиған салалы саусақтарымен басын сипап қойды. Дәу денелі қошқар тұмсық, сақал мұрты қабындаған ақсар қарияның тұлғасынан кезінде еңгезердей ер мүсінді адам болғандығы байқалып тұр. Қазірде шашының қайраты қолыңызбен кейін сипасаңыз, тікенше қадалады. Ал көз оты тіпті күшті. Оңғысы үлкен көз, шанағының ішінде доп шойнақтап сыртына атылып кететіндей тасырайып тұрады. Көзіне көзі тура қараған ешкімді шыдатпай тықсырып жібереді. Айтыңыз ата, сол әңгімеңізді естілік деп Бәшке мен шалдың жиені шалдың алдына келіп үйіріліп отыра қалды. Мен тегінде орыс жерінде болғам деп сабақтады сөзін қария. Біз де іргелі ел едік. Семей деп аталатын тамаша жеріміз бар еді. Бір жылы Ақпатшаның әскері қала саламыз деп еліміздің суатын тартып алды. Ата мекенімізді келімсекке бере алмаймыз, жат халыққа бодан бола алмаймыз деп ер азамат түгел атқа қондық. Біз көппіз, олар аз, бірақ құр қолмыз. Олар қарулы жасақ. Тықсырып суаттан айдап шығуға айналғанда шыдамаған патша әскерлері оқ шығарды. Жалғыз ағам бар еді, табанда қаза тапты. Соған шыдамадым. Тұла бойымды кекті ашу кернеп көзіме еш нәрсе көрінбей кетті. Апыр-топыр әскерлердің ішіне кіріп, екеуін жұдырықпен ұрып ұшырып жібердім. Мылтықтар жайына қалды. Бұрын аң атып, әдеттеніп жүруші едім. Соның пайдасы тиіп, әлгі орыстарды 2 мылтықпен кезек-кезек атып, бір талайын қаусатып жібердім. Сонымен патшаның әскері қашып,
Біз ата мекенімізде ойымызда ештеме жоқ. Майрағай да тайрағай боп жатқан күні, қалың әскер ауылымызды қоршап алып, мені тырыстырып байлап апарып абақтыға салды. Содан ел келіп шығарып алады деп секем алды мекен. Тек ол жерге тұрғызбай, қазақ итжеккен деп атайтын Сібір деген жерге айдады. Күнәл болғандарды итжеккенге Сібірге айдайды екен деп, бала кезде естіген жерге сонымен өзіміз айдалып бардық. Енді қаша алмас деп ойлаған бұлар қол аяғымыздағы кісенді алып тастап, ауыр еңбекке айдап салды. Әуелі бір мезгіл тәуір істеп, олардың сеніміне ие болдым. Айдаушылар да түсін жылытып, маған жақсы қарайтын болды. Бір күні өзіммен бірге істеп жүрген орыстар арасында мені ата екен деген күңкіл шыға қалды. Айдаушылар да түсін суыққа салып, маған ажырая қарайтын болды. Сонымен ендеше мінекей дедім де бір күні қашып шықтым. Қашқанда ел жаққа емес. Ізімді жасырып шығысқа қарай зыттым. Қай жер екенін өзімде білмеймін. Әйтеуір шеті де шегі жоқ қамысты сазды өңірді жүзіп келем. Бар қаруым бір темір сүймен таяғым бар, күн жаз азық жолда. Аялдағаннан гөрі жүрісім көп. Қамыс арасында ара-тұра көгерім көлшік бар. Балық дегеніңіз бықып жүреді. Темір таяғыммен көміп жіберсем, қарна қараңда бір ұрғанда бірнеше су бетіне шыға келеді. Мөлшері бір айға жуық уақыт жүрдім. Сондағы қорегім сол балық болды. Ата, шекедей жедіңіз бе? Әрине балам. Онда тамақ пісіріп беретін мына кемпір жоқ болатын. Ой шалай, балалардың зәресін ұшырып қайтесің, өзімен кетсін сол әдіре қалғыр. Апа естейік, атам айтсыншы. Сонымен бір қыран өңірге шықтым. Бірақ бұрынғыдай балық жоқ. Азық-қыларлық еш нәрсе кезікпеді. Содан күндізіне жүре-жүре кең жайлау қалың малға жолықтым. Әредік үйлер де көзге шалынды. Түн жамылып жақындап барып байқасам, моңғол сияқтанды. Сол өңірде бірнеше күн аялдап, түнгі торғылға шығып, азынаулақ азық дайындап алдында бір бай моңғолдың арқандағы атын ерттеп мініп, 6 айды бетке алып бері тарттым. Содан мөлшері 15 күн дегенде Көктоғайдың басынан келіп түсіппін. Кейін межелеп көрсем, алғашқы шыққан жерім қазіргі сыртқы моңғол сияқты. Қазақ жеріне ілінген соңа қуанышым қойныма сыймай кетті. Дүниенің бәрі өздігінен дайын болатындай, қазақ біткеннің бәрі құшағын жайып тұрғандай сезілді. Бірақ кейін келе, іс ойлағандай болып шықпады. Қашқынның халық арасына сіңіп кетуі оңайға түспейді екен. Әр жерде көзге түрткі болып, қаңқу сөзге қала берген соң, елбасы Мәми бейсіге барып, шынымды айтып пана тіледім. Қамқор жан құшағына алып, дәл сол ауылдың өзінде тұруыма рұқсат етті. Дүниеде иесі бар адам деген қандай жақсы, елдің еркесі сияқты шолжанға қатын болдым. Сөз осы араға келгенде Бәшке ауыр күрсініп жіберді. Жаста болса басынан кешкенімен басқан жолы, барандас келетін қарияның әлгі бір көңіл күйі, оның қасірет тұманының төбесінен түскендей болған соң, Бәшке ішкі мұңының тұлымын осы жерде бір шошаң еткізіп алды. Сұңғыла қария, бұрында бұл жігіттің байыбына бара алмай, сұрауын ішке бүгіп жүретін, бүгін мына бір сезім секемі оның күдігін арттырып, бәлкім осы әңгіме жігіттің көңіл сырын ашуына көмектесер деген үмітпен оған ойлы пішінде бір қарап қойды да сөзін одан әрі жалғастырды. Бірақ сәт түспейтін істен сағырсын шыға береді екен. Бір жылы Мәми ауылында салтанатты той болды. Тойда көкпар тарту, қыз қуу, балуан түсіру сияқты сауық сайрандар өткізілді. Балуан сайысы кезінде Мәмидің бүкіл керейде ағалап тұрған балуаны жығылып қалып, масқара бола жаздаған соң намысқой ер мені апарып балуанға салды. Бұрын мұндай жарысқа түспегенмін. Біреумен ұстасып көрмедім деп тайқақтап көріп едім. Оған Мәми өз бетін салған соң көңілін қимай, тәуекел деп бір дәу қарамен ұстаса кеттім. Құдай жалғызға жәрдем берді ме,
Жоқ, мәмидің шарапаты басты ма? Қалай екенін өзім де білмеймін, әйтеуір қарсыласымды қол аяғын жерге тигізбей алып ұрдым. Әрең тұр екен, мәми жақ дүрлігісіп келіп төбесіне көтеріп әкетті. Сонан кейін мені төреші қошеметтеп, бүкіл ел қадір тұтатын болды. Мен мәмидің түйе балуаны атанып, мұқым жұртқа танылдым. Ойпырау ата, онда сіз балуан екенсіз ғой? Иә, қарағым, бірер жол сондай сәті келген жері бар. Бірақ қазақтың өткір пышақ қынға қас, артық қайрат, жанға қас деген сөзі тегін айтылмаған екен. Осыдан кейін мәмидің қарсыластары оған тісі батпайтын болған соң, менің сары ізіме шөп салып, қастық сайлады. Тіпті мәмиге білдіртпей, орысқа ұстап перменге келген соң, қашып дағдыланған басым бір түн жамылып осылай тартып кеттім. Әйтеуір кең кенерелі ерен қабырғадан мен бір кісілік пана тапқандай болдым. Өңшөң шеннен шыққан 40 темірдің қылауы жиналған жер екен. Біреуді біреу сұрап, сен қайдан келдің дейтін емес, әркім өз тірлігі үшін тырбыныш жасап, жан бағудың қамын қарастырып жүріп жатты. Солайда айылын тартпаған аттан жығылады, жақынын таппаған жаттан жығылады дегендейін, жат ел жат жерде аман жүрудің жолы көзге түспеу, көп аузына ілінбеу. Сонымен тыныш жүріп, бүгіжектеп қана күн көрістің қамында болдым. Құдай оңдап, өзімдік дәулет бітті, кемпірлі балалы шағалы болдым. Осыған шүкірлік қылам. Мінекей енді қартайдық, қайрат та қайтты. Орыс жерінде қалған ағайын туыс қатын бала мені өлдіге шығарғанда болар. Халқымызда айғырмен айқасқан ат арқасын алдырар деген сөз бар. Сөйтіп мен патшамен айқасам деп жүріп, басымды алдыра жаздадым. Патша кәрленсе, әй-шайға қаратпайды. Сондықтан менің сендерге айтарым, Алланың айтқаны парыз, патшаның айтқаны уәжіп. Оның алдында қис басып, қыңғылық істеуге болмайды. Біреумен атыспа, ел көзіне ерекше түсетін істен аулақ бол. Қыртысты болуда қырсыққа тірейтін көрінеді. Жұпыны болудан, жуан ортада жүруден абзалы іс жоқ. Жай бұқараның бір ретінде жан бағу жолын жағалап, өгіз аяңмен жүріп отырсаң болғаны. Тірлік жолы осы. Асқарбек атты осы бір көпті көрген көсем қарияның әрбір сөзі бәшкеге үлкен тағылым болып көкейіне қонып отыратын. Бүгін бастан кешкен сол бір аянышты күндерінде өз алдына жайып салып, сенің көргенің осыдан аса қоймас дегендей соңында өзіне дәмете қарайды. Бәшке бір қауым ойланып отырды да, қарияға мөлтіңдей қарап, аға, рұқсат етсеңіз, мен де бір сыр шерткім келіп отыр деді. Қарағым, адам танысқанша, жылқы кісінескенше дейді. Таныстық деген тіл табыстырады. Тіл табысқан тілек бірлігіне жеткізеді. Тартынба, айта бер деді қария жігітке, жөніңді енді таптың дегендей пейілдене қарап. Жігіт өз басынан кешкендерін түгел ақтарып, бар жоғын сарқа баяндады да, сөзінің соңын әлгі жоғалып кеткен екі баласының дерегін табуға кеп тиянақтатты. Қарағым, деді қария да ауыр күрсініп жіберіп. Сен де дертті жан екенсің. Мен қала көрген адаммын. Анау жол бойындағы шаһарға да барып тұрам. Інімнің баласы еді деп сұрау салып көрейін. Жарылға жасаған жақсылық Құдайдан қайтады. Жақсыға жасаған жақсылық өзінен қайтады деген сөз бар. Қайтсын қайтпасын, оны мойныңа қарыз етіп артқым жоқ. Құдай алдында сауап болсын. Сол жылы қыс бойы қузау салып жүріп, келер жыл жаз ортасында Асқарбек бәшкеге мынадай қуанышты дерек жеткізді. Санжы қаласының жол бойындағы бір асханасында, мөлшер өзің айтқандай, екі бала даяшы болып істейді екен. Өздерін дүнгенбіз деп таныстыратын бұл балалар қазақшаға ағып тұрған көрінеді. Кейбіреулері оны сіңбе қазақ деседі екен. Бір барып, көзіңмен көрсең қайтеді. Тағаты таусылып әрең тұрған бәшке сол күні-ақ жолға шықты. Екі өкпесін қолын ұстап, аңқалақтай ұшқан байғұс
Арада адасып кетіп, бір жұманы өткізіп жіберсе де, ақыры екі баласын сол асханадан тауып, бастан кешкендерін баяндап, іштегі дертін төгіп, көпті көңілін айықтырып отырған осы еді. Өзіңізден айырылғаннан кейін деп бастады сөзін Төлебай атасына бір қарап алып. Біз су іздеп қаңғырып жүріп, қайта жолымызда бір көңкөге жолығып қалдық. Түбін қуып келгенде, надандықтың кесірі ғой, ол да маймен жүретін нәрсе екен. Май күбісін қотарып жатқан майды біз су деп ұғып, ебін тауып, сонан азырақ құйып алмақ болып жатқанда ұсталып қалдық. Сол беті бізді көңкөге салып алып, түс әлетінде бір шағын қалашық қалып келді. Кейін ұқтық, онысы Құтыбей деген жер екен. Содан жан-жағы таммен қоршалған қалың әскердің ішіне әкеліп, бізді бір үйге қамады да, өздері тамақтануға кетті. Иен үйде сәл отырғаннан кейін біз ебін тауып, қашып кетудің қамына кірістік. Бірақ қолымыз байлаулы. Ең әуел тісіммен Әлкенбайдың қолын, онан соң ол менің қолымды шешті. Терезеге жақындап көріп едік, ашуға болады екен. Біз ошақтан күйе тауып, біріміздің бетімізді біріміз адам көргісі етіп боядық. Онан кейін сырт киімімізді шешіп тастап, даладан адам үзілген әдетте лып етіп терезеден түсіп алдық. Сол сәтте қорада бір топ әскер пайда бола қалды. Қабет деген ай, тақыс толатын болды-ау деп қысылып тұрғанда, ойымызға бір тәуір амал орала қалды. Дереу төбелескен Қытай балалар болып, бірімізді біріміз қуа жөнелдік. Бір тәуір боқтық сөздерді молынан үйренген екенбіз. Мынау қашып келеді, мен сіміртіп қуып келем. Қуа-қуа үлкен қақпадан шыққаннан кейін-ақ зым-зия жоқ болдық. Алғашында әскерлер байқамай қалды, кейін біреулер, ой, әлгі біз байлап әкелген ұры балалар болмасын деп еді. Енді біреулер, жоқ, олар емес, олар қазақ, мыналар ханзу бола екен деп, кеңірдектесіп тұрғанда біз қақпа айналып кеткен едік. Содан сол шаһарда ұсақ түйек жұмыс істеп, жарты тұрып қалдық. Көбінде ұйғырлардың, дүнгендердің асханаларында от жағып, су әкелу жұмысына септік жасап жүрдік. Ал осы асханаға орналасқанымызға табаны күректе 2 жыл болды. Аралықта бір ұйғыр шофермен танысып қалып, сізді іздеп, сол өңірге бір барып қайттым. Бірақ бізді таңертеңгі бір қараңғы бір жарық мезетте ұстаған еді. Ол жердің қай жер екендігін межелей алмай, босқа сандалып қайтып келдім. Содан Боғданың теріскейіндегі нағашыларға қузау салдым. Я, одан бірер дерек табылды ма деп Бәшке Төлебайдың сөзін үзіп жіберді. Өйткені оның есіл дерті солай ауып, әттең көрсетін күн туар ма деп армандап жүруші еді. Мына шығыста Үрімжі деген қалаға барып қайттым. Соның арғы жағындағы биік шоқыны Боғда шоқысы деп атайтын көрінеді. Соның теріскейінде сіз айтқан Керей деген ел болады екен. Қарғам, оны қайдан білдің? Осы шаһарға солардың сауда керуендер келіп тұрады. Солардан сұрап ұққаным ғой. Кенжебай Сарбасты білмейм екен? Сол кісінің аты есімнен шығып қалыпты. Әттеген ай, атам болса сұрайтын еді-ау деп, сізді ойлап көңіліміз бір қобалжып қайтты. Соларды тауып алмасақ болмайтын сияқты. Есі жоқ адамның елге сіңуі де қиын екен. Сөйтелік, бірақ күнкөрістің жолы далада, тауда ғана болады деп түсінеді екенбіз. Осы қалада тұрып біз көп нәрсені көрдік. Бұрынғыдай емес, көз аямызда кеңіп, дүниені танып, айналаны аралап шықтық. Сонда күнкөрістің басқа жолында қарастырғанымыз жөн сияқты. Мына дүнген ие болмаса, бұл жерде тұруларың оңайға соқпас. Атамның айтқан дұрыс деді Әлкенбай сөз қосып. Талай тартысқа тап болғанымызда, осы адамның қанатының астына қорғалап, әупірімнен әрең аман қалып жүрдік. Солай қарғаларым. Нағашымен жезден тауып алған соң, қала жағалап күнелтеміз десеңдер тағы көре жатармыз. Тіреусүйдің төбесі түсіп кетеді. Біздің тіршілігімізге де сондай бір тіреу керек. Болмаса мына заманда аузыңдағыны біреу қағып әкететін түрі бар. Оныңызда жөн екен, солай болсын.